Жігіттер, қыздар, видео сабақтың басында сендерге айта кететін маңызды хабарламам бар. Егер сендер осы ютубтағы жарнама болады ғой, ютубтың ішіндегі әр 5-10 минут сайын жарнама итере береді, ютуб итере береді. Одан жалыққан болсаңдар, бізде күшті жаңалық бар. Біздің мобильді қосымшамыз бар. Аты Ақжол KZ деп жазасыңдар. Google Playға немесе App Storeға ақжол.kz. Хорошо? App Store'да да бар, Google Play Market'те де бар. Оның іші тура осы видео сабақтар, бірақ рет-ретімен жинақталған да. Видишь, мысалы, ұбт-ның курстары бөлек тұр, вышматтікі бөлек тұр, программалау курстары бөлек тұр деген сияқты. Вот. Ішінде ешқандай да жарнама жоқ, ребят. Мына YouTube-тағыдай әр 5-10 минут сайын назойливый, прям жыныңа тиіп кететін реклама жоқ ішінде. Тап-таза, ешқандай рекламасыз көресің. Хорошо? Енді давайте, ұбт-ның ішінде дәл қазір не бар? Дәл қазір геометрия бар, полный, матем бар, информатика, матсауаттылық. Бұл қазіргі уақытта. Хорошо? Сен көріп отқан уақытта приложениені міндетті түрде жаза бер. Ішінде тағы да пәндер салынып қалуы мүмкін. Так что жаза бер. Хорошо? Физика болсын, география болсын, не знаю, жаза бер. Окей? Одан кейін вышматтан бар. Calculus, linear algebra, discrete math, probability, statistics деген сияқты. КБТУ-ға барасың ба, СДУ-ға барайын деп жатсың ба, Астана IT-ға барайын деп жатсың ба, Мақсұт Нәрікбаев, Нархоз, МУИТ, Сатбаев, Казгу, ЕНУ, бәрібір қай өнерге бармасаң да, сенде вышмат міндетті түрде болады. Немесе шетелге кететін болсаң да, бұл вышматтар пайдалы болады саған. Хорошо? Енді программалау. Программалауда бізде CPP, C++, Python, Java SE және Java Backend Developer'лар да бар. Оны нақты түсіну үшін маған Телеграмда жеке аккаунтыма жазсаңдар, толық ақпарат берілетін болады. Хорошо? Жалпы менде ақылы курстар да бар. Өйткені бұл тегін курстар, уже теория және атобы ғана. Жалпы экзамендерде, ОБТ тесттерінде, ОБТ-да в основном, экзамендерде басқа да Б тобы, С тобынан келеді. Б тобы, С тобы, үй жұмысы, одан бөлек нұсқа талдаулар, менімен кері байланыс, оның барлығы керек болса, онда ақылы курстарға жазылсаңдар болады. Курс туралы ақпарат сайтта нөмір қалдырсаңдар болады, біріншісі. Немесе мен Телеграм каналымда ақпарат қарасаңдар болады. Немесе жеке Телеграм каналыма жазсаңдар, жеке Телеграм аккаунтыма жазсаңдар болады, бірге бір сөйлесіп. Вот. Немесе WhatsApp'та Ақжол бойынша іздесеңдер болады. Хорошо? Так что мобильді қосымшаны жазу үшін бірінші закрепленный комментарийға кіреміз, ребят. Бірінші закрепленный комментарийға кіреміз, мобильді қосымшаны жазып аламыз и рекламасыз, комфортты дайындалатын боламыз. Хорошо? Олай болса, давайте сабаққа көшейік. Так, бүгінгі онда көрсеткіштік теңдеулер деп аталады. Хорошо? Көрсеткіштік теңдеулер. Тұрамыз да бірінші қасиеттерін жазамыз. Окей? 7-ші сыныптағы қасиеттерден бастаймыз. А-ның X дәрежесі көбейтілген А-ның Y дәрежесі. Егер онда негіздері бірдей болса, көбейтілсе, онда дәрежелері қосылады. А-ның X қосу Y дәрежесі. Көбейтілсе қосылады. Мысалы, бірінші давайте айырып алайық. Көрсеткіштік и дәрежелік қандай айырмашылығы бар? Мысалы, сен 7-ші сыныпта X квадрат деп өттің. Хорошо? Ал 11-ші сыныпта 2-ның X дәрежесі деп өтесің ғой. Сонда мынау дәрежелік деп аталады. Дәрежелік функция. А мынау көрсеткіштік деп аталады. Көрсеткіштік. Көрсеткіштік это означает, что сенде дәрежесі белгісіз вот мына. Төбесін тұрған дәрежесін білмейсің сен. Дәрежесінде X тұр. Хорошо? Сондықтан осыны С тобын шығарған маңызды өте. Мен көрсетемін. Былтыр жазда қандай есептер көбірек келді, из-за этого қайсынан балалар көбірек қадалды. Өйткені былтырғы былтыр деген жазда болған ОБТ-да байқасаңдар көрсеткіштер намного төмен болды, чем оның алдыңғы жылға қарағанда. Өйткені уже все жыл сайын қиындап жатыр. Так что чисто күрделі есептермен жүгіру керек қой. Но бірінші бүгін жеңіл есептермен жүреміз. Енді көбейтілсе қосылады, бөлінсе, вот AX бөлінген AY бөлінсе, онда дәрежелері азайтылады былай. Хорошо? Бөлінсе азайтылады. Ендігі кезекте А-ның X дәрежесі жақшаның сыртында Y дәрежесі болсын. Онда X көбейту Y. Бұл бізге қай кезде керек болады? Мысалы,
32-нің x дәрежесі десін. Сен турасында 32 дегенде 2-нің 5 дәрежесі деп жазасың. Сыртында x, сонда мына 2 дәреже бір-біріне көбейтіліп кетеді ғой, 5x болып шығады ғой. Вот. Кстати, санның дәрежелерін жаттаймыз. Қазір мен оларды тоже жазып қоямын, қай санын жаттау керек. Одан кейін a көбейту b-ның жақшаның сыртында x дәрежесі болса, мына x каждыйына беріледі. Не только екеуі, ішінде үшеу болса, үшеуіне де беріледі. Вот каждыйына былай ax, bx болып жазылады. И обратно айтсаң да болады. Егер дәрежелері бірдей болса, мысалы вот, допустим, мысалы 2-нің x дәрежесі көбейтілген 3-нің x дәрежесі. Вот, дәрежелері бірдей болса, онда осы дәрежені шығарып да болады. 2 көбейту 3-нің x дәрежесі. Сонда 6-нің x дәрежесі не болады екен. То есть, не только формула солдан оңға, ал оңнан солға тоже жүре береді формула. Хорошо? Коммутатив дейді ғой. Вот. Енді көбейту түрі, енді бөлінсе де тоже осы логика орындалады. a бөлі b-ның x дәрежесі, это a-ның x дәрежесі бөлінген b-ның x дәрежесі. Вот. Бөлінсе, тоже жеке-жеке беріле береді былай. Енді минус дәреже бойынша самый осылай бір жиі келетін жағдайлардың бірі a-ның x бөлі y дәрежесі. Вот. Бөлшектің бөліміндегі сан это түбірдің дәрежесіне барады былай. Y a-ның x дәрежесі. Бөлшектің бөліміндегі сан түбірдің дәрежесіне барады. Мысалы, a-ның 3-тен 2 дәрежесі ол 3-ші дәрежелі түбір, бөлшектің бөлімі 3 болса, түбірдің дәрежесі 3 болады. Ал үстіндегісі санның дәрежесіне барады. a квадрат болып былай. Хорошо? И мына квадратты бар ғой, түбірдің сыртына да жазуға болады былай. a деп, потом квадрат жазып қоюға да болады. Сыртына жазын не, ішіне жазын не, одно и то же. Окей? Екеуі бір. Ал 2-ден 1 дәреже деген это түбір деп жаттаймыз бұдан кейін. 2-ден 1 дәреже это түбір асты. Хорошо? 2-ден 1 дәреже это түбір асты. Енді кезекте не болады? Енді кезекте мына минус жайлы айта кетейік. a-ның минус 1 дәрежесі. Это 1 бөлінген a. Минустан құтылу үшін мына санды бөлшектің бөліміне жазасың. a-ның минус x дәрежесі ол 1 бөлінген a-ның x дәрежесі. Дәрежесін кішкене жоғары жазайын былай. Вот. То есть мына минустан құтылу үшін бөлімге жазып тастаймыз ғой бәрін. Минустан құтылу үшін бөліміне жазып тастаймыз ғой. Мысалы, 5-тің минус 2 дәрежесі. Мына минустан құтылу үшін ол бөлшектің бөліміне барады былай. И 5-тің квадраты жазылып тұр. А 5-тің квадраты 25. Значит, 5-тің минус 2 дәрежесі ол 1 бөлі 25 қой. Или там 1 бөлінген 64 болсын. 64 деген ол 8-дің квадраты. Енді мен тұрамда 8-ді үстіне көтеретін болсам, дәреженің алдына минус кетіп былай. 8-дің минус 2 дәрежесі. Сонда бөлімінен алымына, алымынан бөліміне лақтыратын болсақ, дәреженің алдына минустар келеді екен. Жаттап аламыз соны. Енді то же самое, a бөлі b-ның минус x болса, мына минустан құтылу үшін, вот, минустан құтылу үшін орындар алмасады бай, b бөлі a-ның x дәрежесі болады. Минустан құтылу үшін орындар алмасады неге? b астына кетіп қалады, a үстіне кетіп қалады, и плюс жаза бересің. Мысалы, 4-тен 3-тің минус 2 дәрежесі, сен сперва мына минустан құтылу керексің. Минустан құтылу үшін 4 үстіне 3 астына енді 2 дәреже, а 2 тұрады да екеуіне жеке-жеке береді. То есть 4-тің квадраты 3-тің квадраты, 4-тің квадраты 16, 3-тің квадраты 9. 16 бөлі 9. Ең бастысы осы минус қой, жиі келеді. Минустан құтылу үшін орындар алмасады. А если ол минус бір өзі тұрса, былай вот, сан болып, a-ның минус x дәрежесі, оны 1 бөлі де жазса болады. Да и любой 5-ті айналдырып тастаса болады, мысалы, a дегенді, вот, a дегенді 1 бөлі a-ның минус 1 дәрежесі деп жазсақ та болады. Хорошо? Любой сан, мысалы, 2 деген санды, оны сен былай жазсаң да болады. 1 бөлінген 2-нің минус 1 дәрежесі деп. Или минус 1-ді сыртына шығарып тастасаң да болады былай. 2-ден 1-дің минус 1 дәрежесі. Неге? Өйткені 2-ден 1-дің орындарын алмастырсаң, ол 2 бөлі 1-дің былай 1 дәрежесі болады, и 1 дәрежені берсең, қайтып 2-ні береді. Бөліміндегі 1-ге бөлдің не, бөлмедің не, любой санды 1-ге өрсе өзін береді. Вот.
осылай жазуға болады. То есть кез келген санды бір бөліп жазасың, бірақ жашан сыртына да минус қойса болады, немесе ішіне қойса да болады, уже без разницы. Өйткені бірдің кез келген дәрежесі бірді береді. То есть бірдің любой дәрежесі это бірді береді. Хорошо. Пока что біздегі керекті жай формулалар. Хорошо. Енді бізге не жаттау керек өзі? Осы тақырыптан бастап логарифм бізге керек болады оларда. Сандардың квадратын и кубтарын жазу керек, жаттау керек. Мысалы 10-ның квадраты 100. Там 11-дікі 121. Там 12-нікі 144. Там 13-дікі 169. 14-дікі 196. 15-дікі 225. Өзім ұмытып қалдым. 16-нікі 256 еді. 17-нікі 289. 18-дікі 324. 19-дікі 361. 20-нікі 400. Вот, квадраттар бар сенде уж. Хорошо. Енді кезекте кубтар керек бізге, ребят. Бірдің кубын жазбай қойық, 2-нің кубы 8. 3-тің кубы 27. 4-тің кубы 64. 5-тің кубы 125. 6-нің кубы 36. 36-ны 6-ға өтсең 216. 7-нің кубы 343. 8-дің кубы 512. 9-дің кубы 729. 10-ның кубы 1000. Мына квадраттарды негізі 20 мен емес, жалпы 25-ке дейін білсең жақсы негізі. 21-дің квадраты 441. 22-нің квадраты 484. 23-тің квадраты 529. 24-тің квадраты 576. 4-4-16. 25-тің квадраты 625. Так, осы сандарды жатқа білу керек. Өйткені көрсеткіште санның дәрежелерін білгеніміз жақсы. Квадратын, кубын, хорошо. Логарифмдарда бұл міндетті түрде керек болады. Білмесе, просто логарифм есептерін шығару қиындап қалады да, догадаться етіп отыруымыз керек та. Окей, ребят. В общем, осыны жаттаймыз. Скрин жасап, жеп қоясың. Ну, скрин жасамаса да түсінікті, что примерно біз білетініміз да. В общем, жоя салдым. Ал енді бүгін бірінші ең жеңілден бастаймыз. Хорошо. Ал С тобында көрсетем, қайсылар болған. Өйткені мынандай жеңілсе болмайды ол. Но С тобының есебіне келу үшін осындай жеңілден бастау керек қой. Енді көрсеткіштің логикасы қалай? А-ның X дәрежесі тең А-ның Y дәрежесі болса, көрсеткіштік теңдеу болады. Теңдеу ғой. Бірдейлерді мына негіздерді қысқартасың, сонда дәрежелері қалады. X тең Y. Мысалы, 2-нің X плюс 1 дәрежесі тең 8 болса, сен сол жақты және оң жақты бірдей әкелу керексің. Егер бір-бірден ғана болса, вот. Сол жақта бір сан, оң жақта да бір сан. Ондай жағдайда негіздерін бірдей әкелесің. Видишь, сен сол кезде білу керексің, что 8 деген это вообще-то 2-нің типа кубы. И сонда мына негіздерін қысқартасың, дәрежелері қалады. Вот. X плюс 1 тең 3 деп дәрежелері қалады. X тең болады, 3-тен 1 жазасың, 2. Ну, то есть қарапайым сан. Ал даже если ол 2-ден 1 болса да, сен оны бөлшек болса да, әкелуге тиістіміз. Выбор жоқ бізде. Хорошо, бірдейге әкелеміз. Вот, мұнда көрейік. Мысалы қара мұнда 7-тен 3. Вот. 7-тен 3. 3x алу 7 дәрежесі тең. 3-тен 7 дейді былай. 3-тен 7-нің 7x алу 3 дәрежесі. Енді біз алдында айттық, что негіздері бірдей болу керек. Вот, 2 мен 8 болды ма, мен оны 2 және 2 деп бірдейге әкелдім. Енді мен мына жерде бірдейге әкелейін десем, белгілі бір форманы қолдану керек қара. 7-тен 3, значит, мына екеуінің орындарын алмастыра салсақ болады ғой. Да. Жаңа бір форма жазған едім ғой мен, помните? А бөлу Б-ның X дәрежесі деп біз Б бөлу А-ның минус X дәрежесін ойласақ болады деп былай.
егер мен мына а мен б-ны орындармен алмастыратын болсам, а мен б-ны орындармен алмастыратын болсам, типа а-ны астына, б-ны үстіне лақтыратын болсам, онда дәреженің алдына минус келеді. Хорошо? Дәреженің алдына минус келеді онда. То же самое жасайын. Давайте біріншісін қалдырайын. Ой, мынау қара ғой. Тең деймін да, мына екеуін орындарын алмастырамын. 7-тен 3-тің. Вот, орындарын алмастырып тастадым. Вот, 7 үстінде еді, енді 7 астында. То есть орындарын алмастырдым. Бірақ дәреженің алдына минус қоясың ғой онда. Вот, орындарын алмастырсаң, дәреженің алдына минус қоясың. Енді мына екеуі бірдей ғой, вот, негіздері вот. 7-тен 3, 7-тен 3. Бірдейлерді сызамыз ғой былай. Сол кезде 3х алу 7 тең минус деймін да, дәрежелері қалады. 7х алу 3. Минуспен жақшаны ашып тастасам болады. Минус 7х, вот. Енді минуспен мына минус плюс 3-ті береді. Минус 7х-ті бері лақтырам. Сонда 3х-қа 7х-ті қосам мен. Тең болады 10-ға. 10х тең 10-ға, х тең 1-ге. Вот, жауап шықты. Так, түсініп па бірінші есепті, ребят? Ағалар, әпкелер. Окей. Енді қараңдар. То же самое, сол жақта біреу, оң жақта да бір сан. Ну, бір сан дегенде, как бы мына екеуін бір санға әкелуге болады ғой, по-любому. Біз не істейміз? Мына түбір дегеннен вообще құтылу керек негізінде. Жалпы y түбір астындағы, то есть түбірдің дәрежесі y болсын, а-ның x дәрежесі дегенді біз жаздық, что түбірдің дәрежесі бөлшектің бөліміне барады, санның дәрежесі алымына барады. То есть x бөлі y болады деп жаздық. Тура соны қазір қолданамыз ғой. Хорошо? То есть мына түбірдің дәрежесі 3 қой да, бөлшектің бөліміне 3 жазылады ғой былай. Вот, бөліміне 3 жаздым. А мына санның дәрежесі x минус 1 алымына барады. Вот. Осы ауыстыруға болады. Тура мына форманы қолдандым. Енді 2-ні жазып қоям. Түбір асты дегеніміз. Вот. Түбір асты деген ол қандай дәреже? Ол 2-ден 1 дәреже ғой. Окей. Түбір асты деген это 2-ден 1 дәреже. Вот. Өйткені біз жаңа формула жаздық, что түбір асты а дегеніміз ол а-ның 2-ден 1 дәрежесі, ребят. Окей. Түбір асты а деген это а-ның 2-ден 1 дәрежесі. И мен тұрамын да не істеймін? Мен тұрамын да, олар бөлініп тұр ғой оң жағында, видите, мына 2 и мына 2 бөлініп тұр. Мен оны былай қысқартамаймын, жаттап алыңдар. Вот. Былай қысқартамаймын, видите, тағы бір сан қалып қалды мында. Олай қысқартамаймын. Значит, мына 2 саннан бір сан жасауым керек. Значит, тағы да бір форма қолданамыз. А-ның x дәрежесі бөлінген а-ның y дәрежесі. Мына матына жазамыз. X дәрежесі бөлінген былай а-ның y дәрежесі. Онда дәрежелер азайтылады. X минус y деп жазам. Бөлініп тұр, значит, азайтам. Сол жағын көшірем. 2 деймін да, мында 1 бар ғой да. Вот. Бөлінсе дәрежелі азайтам. 1-ден азайтам, 2-ден 1-ді былай. То есть мына 2 дәреже 1-бірін азайтылады. Енді 1-1-2 қалды, олар қысқарылады. Вот, енді нормально. 2-ні былай ортақ бөлімге берем. 2-1-ің 2, 2-ден 1 азайтсам 1 қалады, 1 бөлек. Все, пропорция былай. Сол кезде менде не пайда болады мында пропорцияда? 2-ні x-ға өтсек 2x, 2-1-ің 2, 3-ті бірге өтесің 3. 5-ке x тең болады, 5 бөлі 2, 2 жарым. Хорошо. Берілген әрі анықталу ешнәрсе жоқ қой, не? Жоқ, ондай ешнәрсе жоқ. 2 жарым. И бізде мынандай моменттер болады, ребят. Көрсеткіштікте бар ғой. Минусты шатастыратын моменттер болады. Это мынандай. Айде, жасылмен мына жерге жазайын. Минус 5-тің квадраты и минус 5-тің квадраты. Вообще 5-тің квадратынан бастайық былай. 5-тің квадраты ол 5-тен 2 рет жазасын деген сөз ғой, как, 25. Минус 5-тің квадраты деген сөз минус дейсің, потом 5-тің квадраты ол 25 болады. Вот. Ал мына жерде минус 5-тің квадрат десем, минус 5-тен 2 рет бар уже. То есть минус 5 ол 25 болады осылай. Осыны шатастыра алмаңдар.
То, что жақшаның сыртында болса, егер квадрат, значит, жақшаның ішіндегі затты екі рет көбейтесің өз-өзіне. Минус 5-ті өз-өзіне екі рет көбейтесің. Вот. Одан бөлек көрсеткіштік всегда оң сан болады деп жатаймыз. Ну, всегда дегенде, егер көрсеткіштіктің өзі оң сан болса, вот, допустим, мында аның x дәрежесі всегда оң сан болады, егер аның өзі оң сан болса. Мысалы, 2-ның минус 100 дәрежесінің өзі оң сан. Вот соны жаттап алу керек. Мысалы, просто оны не үшін айтадым? Өйткені түбірді байқап қалдық та, түбірдің ішінен оң сан шығу керек деген антосы бар еді ғой да. Так что оны таппай қойсақ та болады да. Вот. Неліктен? Өйткені мына минус дәрежеден құтылатын болсақ, вот, минус дәрежеден құтылатын болсақ, ол бөлшектің бөліміне кетіп қалмай ма? Вот. 1 бөлінген 2-ның 100 дәрежесі ғой. Ой, это что же такое? 2-ның 100 дәрежесі. Ой, это не ғой, реклама ғой. Какой-то бір үлкен нөлден. Вот видите, оң сан. Ну ладно, что-то темадан ауытқып кеттік. Мына екінші степ нормально деп ойлаймын, иә? Негізі қатты былай қиын емес. Или біз былай жаттаймыз. Жалпы мына түбір деген бар ғой, обычный сан бар ғой, 2 деген. Вот, мынандай а дегеніміз, это түбір астынан екеу ғой негізі. Түбір аста. А деген это түбірден екеу. Сонда 2 деген, это түбірден 2 рет жазасың ғой. Түбір асты 2 деп 2 рет жазасың ғой. Біреуін мынамен қысқартасың. Сонда 1 түбір асты 2 қалады ғой. А түбір асты 2 деген сөз сол 2-ден 1 дәреже қалады ғой кейін. Вот 2-ден 1 дәрежесі қалады ғой. Хорошо. Ну, кому как, ребят, қалай удобно. Мынаны көрейік. Дәрежелері қосылса, бізде, то есть көбейтілсе, онда дәрежелер қосылады. X-қа қосамыз x алу 4-ті. 16 деген 2-ның 4 дәрежесі. X-қа x қосасын 2x, алу 4 тең 4-ке, 2x тең 8-ге, x тең болады 8-ге бөлесін 4-ке. Пока нормально деп ойлаймын. Енді мынаны көрейік. 2-ның x квадрат минус 6x минус 2 жарым. 16 деген ол 2-ның 4 дәрежесі, по идее. Вот, 2-ның 4 дәрежесі. Түбір асты деген ол 2-ның 2-ден 1 дәрежесі. Вот. Хорошо. Сонда 4 пен 2-ден 1 кейін қосылмай ма? Өйткені негіздері көбейтіліп тұр ғой. Негіздері көбейтілетін болса, онда дәрежелері қосылатын болады. 2 деймін, 4-ке қосамын 2-ден 1-ді. Енді мына екілерді қысап тастасақ болады ғой. Енді 4-ке 2-ден 1-ді қоссаң 4 жарым шықпай ма былай, 4 жарым. Өйткені 2-ден 1 деген вообще 0,5 ғой. 2-ден 1 это 0 жарым, 0,5. Соны бері алып келем. Минуспен келеді. 4-ке 2-ні қосасың 6, 0,5-ке 0,5 7, минус 7 шығады. 7 деген уже 7 мен 1. 6 шығу үшін 7-тен 1 азайта алу керек. Вот 7 и минус 1 шығады екен. Окей. Пока нормально. Вот, мына жерде сол жақта 2 уже дайын тұр міне. 32 деген ол 2-ның минус 5 дәрежесі. Сыртында еще и минус 1 бар. И біз форма жаздық. А-ның x дәрежесі сыртында y дәреже болса, онда екеуі көбейтіледі былай. X көбейту y болады. Вот. То же самое логика мында тұр ғой. Та же самая логика вот. Ішінде и сыртында екеуі көбейтіледі. Вот. Екеуі көбейтіледі и минус 5. Ой, какой минус 5? Не үшін минус 5 жаздым мен? Sorry, байқамай қалдым. Просто минус 1 қара қалдым, минус 5 жазып қалдым. Сонда мен тұрғанда 5-ті минус 1-ге өтем, мұнда минус 5 шығады, то есть жауапта. Вот. Соны ойлап қалдым ғой, минус 5 шығады деп. Вот, минус 5. Екілері кетеді, сонда 3x қосып 1 тең болады минус 5-ке. 3x минус 6-ға. X тең болады минус 2-ке болады. X тең болады минус 2-ке. Өйткені минус 60 көрі минус 2, вроде болады. Дальше көрейік. Сыртында и ішінде дәреже. Сыртында ішінде болса, значит олар көбейтіледі. Вот. 5 минус x ол көбейтіледі 6 минус x-ға. А 100 деген не ол? 10-ның квадраты. Жақшаларды ашамыз. 6 5-ің мында 30 болады. Мұны екеуін көбейтеміз минус 5x. Мұны екеуін көбейтеміз минус 6x. Мұны екеуін көбейтеміз плюс x квадрат. Тең болады 2-ке. Енді мен тұрған не істеймін? X квадрат
минус 5 минус 6 минус 11х, да. 2-ні бері келсем 30-дан азайтылады да 28 алмай ма? А 28 деген это 7 мен 4. Қосып жүре қоямыз, вот, плюс 7, плюс 4, вот. Жауаптары 7 мен 4. Пока нормально. Мына жерде 2,5 деген екен. Хорошо? 2,5. 2,5 деген ол не ол? Барлығын жаза аламыз ба 25? И өтірден кейін бір цифр ғой да? Өтірден кейін бір цифр болса, бір нөлі барға бөлесің. 10 ғой негізі. 5-ке қысқарады, сонда 5 бөлінген 2. Сонда 2,5-ның орнына мен 5 бөлі 2 қоям. Соған мен 2х ал 3. Ал енді мына 15,8-ден 1-мен жұмыс жасайық. 8. Бұлай 15-ті 8-ге өтетін болсақ, 120, да, вроде. 121. Сондай ма? 1 емес қой, мұны 5 қой. Ема. Не потеряп отырмын. 5 қой үстінде. Что-то бір жас қыласы, бәсе что-то 120 кубқа келмейді ғой, сен деп ойланып отырмын. 8 15-ге өтесін 120, 5 тосасын 125, ребят. Сонда 125 бөлінген 8-ді қоя қалам. Енді менің задачам мына санды мына 5 бөлі 2-ге келтіру керек қой. Біз жаңа кубтарын білуіміз керек, сондықтан 5-тің кубы это 125, 2-нің кубы это 8. Значит, мына сол жағын көшірем. 5 бөлі 2-нің кубтары ғой мынау. Вот мына кубтары ғой. Панк. 2х минус 3 тең болады 3-ке. Минус 3-ті оң жаққа лақтырамын 6. 6-ны 2-ке бөлем 3. Нормально, да, Джиги? Просто келесіде уже бұл енді мына бірінші блок это самый жеңіл есептер, бірақ олардың барлығын жазу керек болады екен. Бытовның ішінде нормальнылар болады. Бірақ бұл бірінші блоктан келу ықтималы өте аз. Хорошо? Өйткені мынандай на халяву 1 балды бере салғанға ол келмейді ғой. Хорошо? Сен күрделі қылып, в общем, 1 балдың өзін андай сығып алады прям. Хорошо? Сондықтан бұл бірінші блоктан келу вероятность азырақ, но 1-ді білмесең 2-де өтіп вообще не стоит. Сондықтан 1-ді полный қараймыз. Хорошо? Мен салам платформаға, окей? Жақсылап. Өйткені 1-ден үй жұмысын бастап кеткен қиын болады. Окей? Так, пока нормально, да? Келесіне көше берейік онда. Давайте енді 8-ші есепті қарастырып көрейік, ребят. Бізде мұнда 8-де 3-тің x квадрат дәрежесі. Хоп, деп пайда болып кетті десе, да? Так. Мысалы мен тұрамда бітем. 8 деймін. Бірінші белгіген көшіріп алайын, я? X квадрат дәрежесі алынған 7,2х 1 бөлінген 3 5-ші дәрежелі түбір асты 9. Вот. Ендігі моментте не істейміз? Біздің задача мына 9 дегенді как 3-тің квадраты деп ойлау. Или давайте мына бөліммен жұмыс жасайым. Осы бөліммен жұмыс жасайым мен. Тұрамын да. Онда давайте бір черновик деп ойлайық мынаны. 3, 5-ші дәрежелі түбір асты 9. Бұны қалай ойласақ болады? 9 деген негізі ол 3-тің квадрат емес па? И осы жерде мынандай формула бар еді ғой. Бізде қандай формула еді ол? Y түбір астындағы A-ның x дәрежесі. Сонда x бөлінген y. Вот. Түбірдің дәрежесі бөлшектің бөліміне барады. Вот бұлай. Мына түбірдің дәрежесі бөлшектің бөліміне барады. Соны қолдансақ болады. То есть мен тұрамда мына бірінші 3-ті жазып қоямын. Так, екінші 3-ті жазамда түбірдің дәрежесі 5 қой да, 5-ке бөліп тастайын былай. И санның дәрежесі 2-ні алымына жазам. Хорошо. Енді көбейтілсе олардың дәрежелері қосылмай ма? 3 дейміз да, вот мына жердегі 1-ге қосамыз мына 2 дәрежені. Видите? Көбейтілсе дәрежелер қосылады. 1 қосылған 5-тен 2. Ну, мына 5-ті бұлай ортақ бөлінгеніміз, 5-ті бірге етеміз 5, 2-ні қоссақ 7 болады. Вот. Сонда мына 3 дегеннің орнына, қараңдар, вот. Мына 3, 5-ші дәрежелі түбір асты 9 дегендердің орнына бітіп қысқарта келдік та. Қышамдап, то есть. Мынандай қалып келдік. 3-тің 7 бөлі 5 дәрежесі екен. Соны көшіреміз. Хорошо. Сол жағын дайындап қоямыз.
x квадрат алу 7/2x тең болады 1 бөлінген 3-тің 7/5. Енді бөліміндегі 3-ті алымына көтеретін болсақ, x квадрат алу 7/2x тең болады 3-тің -7/5 дәрежесі. Енді 3-терді қысқартамыз, өйткені бөлімінен алымына көтеретін болсақ, дәреженің алдына минус келеді, ребят. То есть бөлімінде тұрды 3, оны мен алымына көтердім, и дәрежесінің алдына минус келді ғой, міне. Дәреженің алдына минус келді. Ендігі моментте мен не істеймін? Мен тұрамда дәрежелерді қысқартқаннан кейін не қалды, соны жазайын мен. Қараңдар, бізде мынандай қалды. X квадрат алу 7/2x тең болып тұр -7/5. Ну, 7-ні 5-ке бөлсек, по идее, 1/4 па, сондай сан шығу керек. Вот. Бері алып келеміз, ол плюс 1/4 болады. Плюс 1/4 тең 0-ге. Енді 1/4 деген, это негізі 7 мен 0,2-нің көбейтіндісі ғой енді. 7-ні 0,2-ге көбейтсек 1/4 береді. 7/2 десе, то есть минус 7/2 десе, мен тұрамда плюс 7/2 жазам, ол үшін қосып жүру керек болды. 7 және 0,2. Жауаппен сәйкес. x2 тең 0,2. Так, берілгенде түбірдің астында x сондай жоқ қой, нормально. Вот. Жауабы сонда 7 және 0,2. Біз бұл моментті қалай жасадық? Біздің басты күші момент мына жерде болды. 3 көбейтілген мына түбір асты 9 дегенді. Түбір деген 9 дегенді 3-тің квадрат дедік, потом түбірден құтылдық. Вот, 5 деген тұрды астына кетіп қалды, 2 деген үстіне кетіп қалды. Енді көбейтілсе дәрежелері қосылады дедік, и все. Бір ғана 3-ке әкелдік та оны. 9-ды көрейік. 9-шы есепте бірінші берілгенін көшіріп алайық. Түбір асты 3-тің x дәрежесі. Помните, түбірдің дәрежелері бірдей ғой мында. Мында 2, и мында да 2 бар по идее. Түбірдің дәрежелері бірдей. Түбірдің дәрежелері бірдей болса, оларды жалпы бірге общая тусовкаға жүрмейміз ба? Оларда общая тусовка. Вот, то есть общий түбір жазамын да, іштерін көбейтіп тастаймын. Хорошо, помните, мынандай форма бар еді? Түбір асты А-ны түбір асты Б-ға көбейтсек, түбір астындағы А-бы. Вот. Егер түбірдің дәрежелері бірдей болса, конечно. Енді мына жерде x-тің дәрежелері бірдей екен. Көрсеткіштікте дәрежелері бірдей болса, мынандай форма бар. А-ның x дәрежесі, Б-ның x дәрежесі, видите, дәрежелері бірдей. Бірдей дәрежелерді жақшаның сыртына шығарып тастауға болады былай. Или теорияда айтып едім ғой, мына мен ашса болады А-ның x, Б-ның x деген сияқты, сол сияқты. Бірақ кері ретте тұр да. 2 көбейту 3 деймін да, жақшаның сыртына x жазып қоямын. А 2 үшін бізде 6 болады. 36 деген не, 6-ның квадраты ғой. Значит, мен мұнда түбірден құтылу керекпін ғой. Мына жерде қандай сан бар мұнда негіз? 2 бар мұнда. Түбірдің дәрежесінде 2 бар. Түбірдің дәрежесі бөлшектің бөліміне барады былай. Бөлімнің астына 2 барады. Санның дәрежесі үстіне барады. 6-ның квадраты. Енді мен тұрамын не істеймін? 6-ларды қысқартамын ғой былай. Сонда менде не қалады мұнда? X бөлі 2 дәрежеде болады. Тең болады 2-ге. 2-ні байлақтырсақ, x тең болады 4-ге. Окей. X тең болады 4-ге. Бар мұндай жауап? Да, дұрыс, жауаппен сәйкес. Енді 10-шы есеп. Жалпы мына жерде 4 пен 9, негізі қарап тұрсақ, мына 4 және 9 дейтіндер, 4 және 9 дегендер 3 пен 2-нің квадраттары ғой. 4 деген 2-нің квадраты, 9 деген 3-тің квадраты. Ал 27 мен 8 ол 3 пен 2-нің кубтары. Мынау 3-тің кубы, мынау 2-нің кубы. Сөйтіп жазалсам болады ғой. Так, мына 9-дан 4, бірінші берілгенін көше салайын. Ерінбей. 27 бөлінген, 2 емес қой. Бөлінген 8, x алу 1 тең 3-тен 2. Енді мен тұрамда не істеймін? Мен тұрамда мына жерде 9-дан 4 дегенді 3-тен 2-нің квадраты деп ойлаймын мұнан. Вот, 3-тен 2-нің квадраты. Еще сыртында x бар екен міне. 9-дан 4 это 3-тен 2-нің квадраты деп ойладым. 27 мен 8 это 2 мен 3-тің кубтары бұл. Сыртында x минус 1 бар. Тең болады 3-тен 2. Енді қарап тұрсақ,
3-тен 2. 3-тен 2. Ал мына жерде ғана 2-ден 3 болып құртып тұр ғой барлығын. Значит, мына 2-ден 3-ті 3-тен 2-ге әкеле салмайын ба? Вот, қараңдар. 3-тен 2-нің 2х дәрежесі. 3-тен 2-нің минус. То есть, мына екеуінің орындарын алмастырдым, 2 мен 3-нің орындарын алмастырдым, бірақ дәрежеге минус келді. Минус 3 дедім. Тең болады 3-тен 2-ге. Вот. Тең болады 3-тен 2-ге. Енді негіздері көбейтілсе, дәрежелері қосылмай ма? 3-тен 2 дейміз да, и дәрежелерін бір-біріне қосып жүреміз. 2х-ті мынаған қосып жүремін. Қосамын, там минус 3-тен, бірақ плюс пен минус бәрібір де минус болды, сондықтан ортаға азайту. 3 дейміз да, x минус 1. Тең болады 3-тен 2-нің 1 дәрежесі. Окей. Ендігі моментте не болып тұр? 3-тен 2-лері бірдей, қысқартып жүреміз. И бізде дәрежелері қалады. Дәрежесінде 2х-ті жазып қоямын мында. 2х. Енді 3-пен рационалдастырамын. 3х. 3-ті бірге өтсең, плюс 3. Мында минус х, тең болады. 3-ті оң жаққа қатырсақ, 1-ден 3 өтсек, минус 2. Х тең болады 2-ге. Окей. Да, жауаппен сәйкес. Келесісін көрейік. 11-ші есеп. Берілген көшік 4х көбейтілген 5-тің х қосу 1 тең болады 5 көбейтілген 20-ның 2 алу х дәрежесі. Қараңдар, мына жерде 20 деп тұр. 20 деген негізі 4 пен 5-тің көбейтіндісі емес па? Оларды көбейту үшін дәрежелері бірдей болу керек та, вот. Мысалы, a-ның х дәрежесі, b-ның х дәрежесі, вот дәрежелері если бірдей болса, онда a мен b-ны көбейтіп, сыртына х жазып қоюға болады. Ол үшін мен не істеймін? Мен тұрамда жіктеймін. То есть, видите, мында қосу деп жазылған ғой. Қосылса, онда көбейтіледі деп кері жүрем. Бұрындар айтқан едік. Егер негіздері бірдей болып көбейтілсе, онда дәрежелері қосылады деген. Енді керісінше айтамын мен қазір. Вот. Если дәрежелері былай қосу болып тұрса, то есть, оң жағы болса, онда жеке-жеке көбейту деп жікте жүрсек болады. То есть, мен мында қосуды көрсем, значит, a-ның х дәрежесі көбейту a-ның y дәрежесі деп айта аламын. Тура осы форма, просто кері ретпен жүріп жатырмын ғой. Көбейтілсе дәрежелері қосылады, а мен айтамын, дәрежелері қосылса, онда негіздері көбейтіледі деп айтамын. Хорошо. Бірінші 4-тің х дәрежесін көшіріп қояйын. Мен тұрамда вот 5-тің х дәрежесі қосылса көбейтіледі деймін да, енді 5-тің 1 дәрежесі деймін. 20-ның 2 минус х. 5 пен 5 қысқарып кетпей ма? Одан кейін мен тұрамда, видите, дәрежелері бірдей екен. Дәрежелері бірдей болса, жашан сыртынан шығып кетеді ол. 4 көбейту 5-тің х дәрежесі. 4 5-ің 20. Оң жақта 20-ның 2 минус х. 20 мен 20 кетеді. Сол кезде х тең болады 2 минус х. Минус х бері кетті, плюс х, 2х болады. 2-ні 2-ге бөлеміз 1. Хорошо. 12-ні көрейік. 0,25. Жалпы 0,25 деген 4-тен 1 ғой негізі. 25 бөлінген 100. Немесе 4-тен 1, 25-ге қысқарып тастайсың. 4-тен 1. Соны қоя салмай екен. 0,25-тің орнына мен тұрамда 4-тен 1-дің былай х дәрежесі деймін. 28 деген ол 2-нің 7 дәрежесі. А мынау 2-нің х алу 1 дәрежесі болады. Хорошо. Енді 4 деген не ол? 4 деген негізінде 2-нің квадраты болады былай. Ал мында негіздері бөлінсе, то есть a-ның х дәрежесі бөлінген a-ның y дәрежесі, онда дәрежелер азайтылады былай. Хорошо, x минус y то же самое вот. 2 дәрежені бірін азайтамыз екен, бөлініп тұр ғой бізде. Тұрамызда былай айтамыз. 2 дейміз да 7-тен азайтамыз x алу 1-ді. Енді мен не істеймін? Мына 2-ні жоғары көтерем, бірақ дәрежең ана минус келеді қазір. Минус 2 деймін да, x деймін. 7-тен азайтамын x-ті, потом қосамын 1-ді былай. Енді мына 2 дәреже көбейтіліп кетпей ма, мынандай көрсеткіштің формасы да жаңа. ax сыртында y болса, онда 2 көбейтіліп кетіп, x, y болып. Минус 2x. 7-ге 1-ді қосам 8 алу x.
Так, минус 2х 8 алу x. Видите, мында 2x'ті былай лақтырамын, x жазсам x қалады. 8-ді бері келем, минус 8. Вот. Окей. 13. 0,5 деген это бізде 2-ден 1 негізінде, да? 0,5 деген 2-ден 1. Минус 20х плюс 61-де 5. 8 деген 2-нің кубы. Түбір асты 2 деген 2-ден 1 дәрежесі. Жаттап аламыз. Түбір деген это 2-ден 1 дәреже. Любой санның түбір это 2-ден 1 дәрежесі. Енді мен не істеймін? 2-ден 1 дәрежеге минусты берсем бекен, да, 2 дей салайын байын. 2, то есть 2-ден 1-ді жоғары көтердім, 2 қылдым. Дәрежеге бірақ минусты бересің онда. Өйткені бөлімінен алымына көтердім ғой мен оны. Бөлінсе дәрежелер азайтылады. 3-тен азайтамыз, 2-ден 1-ді болады. Бөлінсе дәрежелер азайтылады. Мына 2 дәреже бізде азайтылады. Енді мен не істеймін? 2-лерді қысқартамын. Сол кезде не қалады? Ну, минуспен жаза тұрайын пока что етіп, минус депші. Минус 20х плюс 61-де 5. 3-тен 0,5 қой негізінде, 2 жарым қалады мында. Минус таламда оң жаққа лақтыра салмайын ба былай? Минус 20х плюс 61-де 5 тең минус 2 жарым. Минус 2 жарым бергетті, плюс 2 жарымды береді. 2 жарымға 61 жарымды қоссаң 64 болады. 64 деген қай сандардың көбейтіндісі? 64 деген 16 мен 4 қой, ребят. 16 мен 4 минус 20 десе плюс 20, ол үшін 16 4-ті қоса қаламыз бай. 4 пен 16 я жауаппен сәйкес. 14-ті көрейік. Сол жақты көшіріп қоямыз. 5 алу 3х, x алу 2. 1 бөлінген 20. 20 деген ол 5-тің квадраты. Енді мына 5-ті жоғары көтереміз. 5 алу 3х, x алу 2. Это 5-тің минус 2 дәрежесі болады. 5 пен мына 5-ті кетіреміз. 5 алу 3х, x алу 2 тең минус 2. Астында 1. Енді мен тұрамында бұлайнан көбейтіп көрейін, я? X минус 2-ні минус 2 өтесін, то есть минус 2-ні x-қа өтсең минус 2x болады. Минус 2-ні минус 2 өтсең плюс 4 болады. Теңдемді енді бұлайнан көбейтем. 5 алу 3х. Ендігі кезекте мен не істеймін? 3х-ті бері алып келем, 2x азайтылады, x қалады. 4 тарап барам, 5-тен 4 азайтам, 1 қалады. X тең 1. Да, бар. 15-ті көрейік. 15-ші есепте 5 бөлінген 12 сол жағын көшіріп қоям. 2х алу 3. Мына 2,14 пен жұмыс жасаймыз, ребят. 10-дық бөлшекпен жұмыс жасаймыз. Қарандар. 2,14. Ол 24 бөлі 10 деп аламыз, я? Бұрын бастапқы сабақтардан білеміз о. 24 пен 10 2-ге қысқарады о. 12 бөлі 5. То есть 2-де 4 деген это 12 бөлі 5 екен ғой. Соның орнына 12 бөлі 5-ті қоям былай. Соның 3х алу 2 дәрежесі. Енді кезекте мұны екеуінің орындарын былай алмастырмаймыз ба? 5 алу 12-нің 2х алу 3 дәрежесі. Мұнда тоже 5 бөлі 12-нің, бірақ орындарын алмастырсам дәрежеге минус кет. Ендігі кезекте мұны екеуін былай қысқартамыз. И не қалады менде? Так, минуспен жақшан ашамыз былай. Минус 3х, мұна мен мұнау, плюс 2. 3х-ті бері лақтырамыз, 3-ге 2-ні қосамыз 5х, екен минус 3 болса бері кет плюс 3. 3 тарап барамыз, 3-ге 2-ні қосамыз 5. 5х тең 5-ке, х тең болады 1-ге. Да, жауаппен сәйкес. 16-ны көрейік. Х дәрежелі 256. Кстати, мұнда түбірдің дәрежесінде х болса, оның уже анықтауысы бар. Біз негізі иррационалдардан оны көріп едік қой. Қараңдар бүйтіп. N дейінді түбір асты fx. Бізде n тиісті болу керек. 1, 2 дейтіндер болмайды уже.
нөл бір дейтіндер болмайды. Екінші дәрежелі түбір бар, квадрат түбір. Үшінші дәрежелі түбір бар, кубтық түбір. Төртінші дәрежелі түбір, бесінші дәрежелі түбір и так далее. То есть мына n-нің орнында екіден басталған натурал сандар болу керек та. Мысалы, минус екінші түбір деп айта алмайсың. То есть түбір астында бір деген ондай болмайды. Минус үш деген ондай болмайды. Екі жарымыншы дәрежелі түбір ондай болмайды. То есть екіден бастап чисто натурал сандар кету керек түбірдің дәрежесіне. Жатталыңдар. 226 деген не ол? Ол жалпы 4-тің 4 дәрежесі. Енді түбірдің формасын қолданамыз. Түбірдің дәрежесі астына барады, санның дәрежесі үстіне барады. Мына 4 үстіне кетті. Мына 4-терді былай кетіріп тастаймыз. Былай пропорция жасаймыз. X пен X не болады? X квадрат тең 4-ке, X тең плюс-минус 2-ке. Бірақ, қараңдар, плюс-минус 2 деген сөз 2 және минус 2 емес па? Менде, видите, ол 2 бола алады. Ой, қызылға кетті. Ол 2 бола алады. Минус 2-ші дәрежелі түбір деген болмайды. Просто балаларда болады, вроде сен бүкіл ответті табасың, бірақ всегда балды 3 балдық есеп болса, 2 балдық есеп болса, сөйтіп 1 бал алып қала бересің. То есть вроде бәрін дұрыс шығардым, но что-то азалық қалдым деген сияқты сондай болып тұрады. Сондықтан анықтау облыстарын ұмытып кетпеу керек, ребят. Анықтау облыстарын всегда қарастыра тұру керек. Сондықтан минус 2 болмайды, 2 болады. Өйткені минус 2-ші дәрежелі түбір дейтін жоқ та вообще. 17. Не деп тұр өзім? 1000 деп тұр ма? Не дейді өзімді? 1000. Сосын x түбір астындағы көбейтілген мындай, конечно, 0,1 100 дәрежесінде x. 1000 деген не ол? 10-ның кубы. 0,1 деген 10-ның минус 1 дәрежесі. 100 деген 10-ның квадраты. Енді мына түбірден құтылу үшін түбірдің қасиетін қолданып жүрмейміз ба? Мына түбірдің дәрежесі бөлімге барады, санның дәрежесі алымына барады. 10-ның 2x дәрежесі. Енді көбейтілсе оның дәрежелері қосылып кетпей ма мына дәрежелері? Видите, мына дәрежелері қосылады екен. Негіздері бірдей ғой 10. Минус 1 бөлінген x. 10 мен 10 қысқарады, и сонда дәрежелері қалады болады. Енді мына минусын сүресақ болды, минус 1 деген минусты алдына 1 бөлі x деп жазайын. Тең болады 2x-қа. Ортақ бөлімге x-ті беріп тастаймыз, бірақ бөлшектің бөлімі ғой енді x деген. Ол нөлге тең емес. Потом бірақ ол x деген еще түбірдің дәрежесінен тұр екен. Значит, жазып қояйық, анықталу болсышы, как? АО. X бізде түбірдің дәрежесінде тұрғандықтан, ол 2, 3, 4, осындай сандарға тиісті болу керек. Вот. Сонда 3x-ге өтсек 3x, алу 1, тең болады 2x-ті x-ға өтсең 2x квадрат. Барлығын оң жаққа қарай жүреміз. То есть 2x квадрат, алу 3x, минус 1 арбарат, плюс 1. Енді 2-ні былай 1-ге көбейтсек, негізімді коэффициенттерінің қосындысын 0-ді береді, по идее. Былай айтуға болады. Коэффициенттерін жазып, чисто коэффициенттерін болады. 2 минус 3, 1. Таза коэффициенттер болады. Коэффициенттерінің қосындысын, то есть бәрін жазып шықсаң 0-ді береді ғой. Демек, бір түбірі железно 1. Екінші түбірі сыны аға бөлу керек. Форма бойынша сыны аға бөліп керек. То есть мына 1-ді 2-ге бөлу керек негізі. Осылай тапса болады. Или, как обычно, өзіміздің білетін факторизация бар ғой. Минус 3x, 2-ні 1-ге өтсең 2. 2 деген не ол? 2 мен 1, минус 3 десе плюс 3, ол үшін плюс 1, плюс 2. Енді мен бағана 2-ні көбейттім ба, 2-ге бөлем. Сонда 2-ні 2-ге бөлесін 1 шығады, и 2-ден 1, міне. Кстати, мен мұнда басын типқан жоқ қой, загорелить етіп. О, вот. Окей. Так, бірақ мен енді фильтровать ету керекпін. Мысалы, бірінші дәрежелі түбір дейтін ондай жоқ. Жауап болмайды. Өйткені түбірдің дәрежесі 2-ден басталу керек. Өйткені, видите, x бізде түбірдің дәрежесіне тұр. 2-ден бірінші дәрежелі түбір ондай жоқ. Шешім жоқ қой мен. Бос шин. 18-ді көрейік. Жалпы 18-де 2-нің косинус 2x дәрежесі тең дейді түбір асты 2-ге. Түбір асты деген не еді ол? Түбір асты деген 2-ден 1 дәреже. Екілерді сызамыз, дәрежелері қалады. Косинус 2x тең болады 2-ден 1-ге. Ал енді косинус x тең a дегеннің өзінің формасы бар, сендер 10-шы сыныпта өттіңдер оны. Косинус x тең a болса,
x тең плюс минус арк косинус. Неліктен плюс минус? Өйткені косинус жұп. Арк косинус а плюс 2 пика. Вот осындай форма еді да. Соған саламыз қазір. Ну енді x болса 2x жазасын. 2x болса 2x жазасын да енді. Арк косинус 2-ден 1 плюс 2 пика. Енді 2-ден 1 болады қай градуста? Пи бөлі 3-те 60-та. Енді просто x қана қалу керек қой жауапта. Ол үшін мына 2-ден құтылу керек, демек 2-ге бөліп тастайсың барлығын. 2 үшін 6 болады. Пи бөлі 6. 2 мен мына 2 кетеді. Плюс пика. 19-ді көрейік. Бізде мында берілген көшір бар қой. X деген түбірдің дәрежесінде тұр екен, ребят. Түбірдің дәрежесінде тұр екен. Түбірдің дәрежесінде тұрған болса, онда мен білем ғой, что x тиісті болу керек. X belongs 2-ке, 3-ке, 4-ке и так далее. Осыларға тиісті болу керек. Енді ладно, түбірдің дәрежелері бірдей. Демек, общий түбірге салып тастасақ болады бетіп. Общий тусовка оларда. 3-5-ін қанша болады? Менде 15 болады. Ал түбірдің дәрежесі x болса, ол бөлшектің бөліміне кетеді бұлай. Ну, санның дәрежесі 1 мында. 1 бөлі x дәрежесі болады сонда. 225 деген не ол? Квадрат емес па 15-тің? 15-тер кетеді, сонда 1 бөлі x тең болады 2-ке. Бұлай пропорция жазып жүреміз. 2x тең болады 1-ге. X тең болады 2-ден 1-ге. Или x-ті 2-ні орнына жүрем, 2-ні онда x-ті орнына жүрем, сонда 2-ден 1 шығады деген сияқты. Ну ладно. Түсінікті деп ойлаймын. Вот. Бірақ 2-ден 1 бізде жауап болмайды ғой. Неліктен? Өйткені жауап бізде 2, 3, 4, 5, 6 сөйтіндей болу керек та. А 2-ден 1 бөлшек. То есть 2-ден 1-ші дәрежелі түбір дейтін ондай жоқ. Хорошо. Ол квадрат түбір, видите? А болса, ол А-ның 2-ден 1 дәрежесі базы жоқ екен. Мында 2 деген сан бар, бірақ ол жазылмайды. Хорошо. Ал түбірдің дәрежесіне мында 2-ден 1-ші ол ондай болмайды. Жігіттер, қыздар, Б тобынан бастап күрделі есептердің барлығын менің онлайн курсымда талдайтын боламыз. Менде онлайн курс бар. Ол жерде біз таза күрделі есептер Б тобы, С тобдарымен жүгіретін боламыз. Одан бөлек түсінбей жатқан моменттер барлығына өзім кері байланыс беріп отырамын. Там үй жұмысы тест ретінде и так далее. Бұл жерде басты момент менің методикам сендерге өте ме? То есть менің түсіндіргенім сендерге түсінікті болса, менің мына тегін сабақтарыммен балл көтерген болсаңдар, математиканың деңгейлерінде көтерген болсаңдар, онда онлайн курсқа жазылса болады. Курс туралы ақпарат бірінші закрепленный комментарий. Давайте, кіреміз, ребят.